Сәлем достар, сіздермен бірге дәмі өте керемет болып шығатын, бір жасағаннан шығатын осындай блинчиктер дайындайтын боламыз. Рецептін соңына дейін қараңыз, сіздерге ұнайтынына сөзсіз сенімдімін. Ең бірінші 4 жұмыртқамызды ыдысымызға жарып аламыз. Барлық керек құрамды мен міндетті түрде видеоның астына қалдыратын боламын. Қантымызды саламыз. Қантты мен 6 қасық үлкен қасықпен қант салдым. Өз қалауыңызша салсаңыз болады. Тәттілігін барлығын біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Бір кіші қасықпен тұзымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Жылы сүтімізді қоса отыра осылай араластырамыз. Үстіне ұнымызды саламыз, жақсылап араластырамыз. Сүтіміз бен ұнымызды кезектесе отыра сала отыра араластыратын боламыз. Дәл видеодағыдай барлығын жақсылап араластырамыз. Үстіне енді ыстық қайнаған суымызды құятын боламыз. Кішкене ғана разрыхитель қосамыз, жақсылап араластырамыз. Сүйек майымызды құятын боламыз. Мен 9 қасық сүйек май құйдым. Жақсылап араластырып, дайын болған тестамызды енді пісіріп алатын боламыз. Дайын болған тестамызды қызып тұрған табамызға кішкене ғана май жаға отыра, дәл видеодағыдай айналдыра отыра пісіріп алатын боламыз. Піскен әрбір блиніміздің арасына осылай майымызды жағып отырамыз. Орташа отта пісіретін боламыз. Қатты от емес, жай от емес, орташа отта пісіретін боламыз. Блиніміз өте тез пісетін болады. Міндетті түрде қарап тұратын боламыз. Осылай дәл видеодағыдай қайталасаңыздар өте оңай, өте тез дайын болады. Менің рецептерім сіздерге ұнап жатса, маған тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Міне біздің сонымен дәмді блинилеріміз дайын. Барлықтарыңызға аз болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болғанына шат.